Сәлем, қалайсыздар? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз күріші езілмейтін плов жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Ол үшін бізге ет, пияз, сәбіз, осылар қажет болады. Ең алдымен қызыған қазанымызға май құйып қыздырып алып пиязымызды саламыз. Пиязымыз сарғылт түске енгеннен кейін етімізді салып қызартып қуырып аламыз. Етімізді қызартып алдық. Енді үстінен сәбізімізді салып тағы да араластыратын боламыз. Дәміне қарай тұзымызды салып, үстінен су құйып қайнататын боламыз. Суымызды 40 минуттай қайнатып алдық. Енді үстінен күрішімізді салатын боламыз. Күріш қатты езіліп кетпеу үшін су күріштің бетімен бірдей болу қажет. Суы қайнап сіңгеннен кейін тамағымызды демдеп бетін жауып 20 минутқа қалдырамыз. Тамағымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, ас болсын.